Енді үйіне ақшаға тіркейтіндер және тіркеусіз пәтер жалдайтындарға тықыр таянат. Полиция резеңке пәтерлерді мықтап тексеруге кірісті. Сақшылар пысықайларға айыппұл салмақ. Бастапқыда бір ай көлемінде тіркелмеген азаматқа ескерту беріледі. Оған құлақ аспаса, 7 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыпақы арқалайды. Яғни 25.844 теңге төлеуге міндеттеледі. Bir жыл ішінде қайталанса, 48.000 теңге айыппұл көзделген. Келесі жыл бұл сома тағы артатынын айта кетейін. Адамдарды тіркемей, өз үйінде тұруға жол бергендер де жазаланады. Бұл тізімде айтпақшы жалға берушілер де бар. Оларға 10 айлық есептік көрсеткіш, яғни 37.000 теңге мөлшерінде айыппұл салынады. Bir жыл ішінде қайталап бұзылған жағдайда айыппұл көлемі 2 есеге ұлғаяды. Сонымен қатар ақшаға тіркеу қызметтерін ұсынатын хабарландыруларды жариялайтындарды анықтау бойынша жұмыс жалғасуда.